Cunay Mavlyanov, Nan, Angime. Mындан 3-4 күн ilgeri Janibek жаңы тәмілі алма бағының bir четінде чычқан құлағындай бариктерін ертелі-кеш жүрген желге жалмалатып тұрчу жалғыз түп талдың көзіне қарабай, екі төс қадасын қиған болчу. Қауығына арчып таштағанға тез құрғасы керек, кечінде жақшылап чыңдалған екі кетменді аларға аштап кигізді да, бүгін күн әлі нұрлы жүзін ағаламға көрсетелек малда, бірінің артынан екіншісін уда тамдың төбесін ырғытты. Жанжығачы күнге күйіп, ертесі жеткен шатыға бұт қойғынды, майланбаған араваның күпчөгінді андан қиç-қиç еткен жағымсыз доғыш шығып тұрды. Белгілі бозбының зарқы желі. Ертіменің кешінде алтыраптан соққын сыдырымға жылаңач көкірек тосып, оғыз açып тұру өзінчі рахат. Тамдың төбесіне шығарыменен ұшыл желге қаулған Жанибектің бойы сергелең тарта, жеңе қаруысына чейін түрілген қолдырын қапталына өйді көтіре берділі, ұчуға қамынған илегіліктей далдая түшті. Түн içinde алыстан көрінген өрттің алауындай мала қызыл тартып тықтана баштаған көн шығыш тарапқа сағымға тіктеп тұрды да. Ал маңдай жағы терге маңарланған чей қалпағын қайруысынан қармап пешенесін көздей басып қойды. Мына, ал 34 жылдан бері өмір кечіріп келатқан жер. Жайылмайлы. Алақандың отында жайлашқандай, анын бөт тұрпаты азыр мұнын көз алдында. Бір қанаты тетігі өзбектің бақтырақту қыштағынан тартып, біреге бозбу тоғысының етегіне чейін созылған бұл қыштақтың айлына тегереге гөл бетіндей тегіз. Етектеш толқындардай жерге қышала ырғалған будай массивінің арасынан атылып шыққан торғойлар, заматта асман буырына асла қылатта, қанаттарын дірілдете алдан емелерде көйге сала безілінеді. Үй жанындағы қол арықта су шылдырайды. Кетмен сабына жөленген Жанибек қыштағына көз жаптырды. Екі тарабына оқшош жаңы үйлерге толып келатқан мөбіреке төп-түз жол жаңы көчө деп атылады. Анын көз жоғысын алып жатқан ұшыл көчөнің бойындағы жаңы үйлер, бақсыз қоро жоқ, айрым үйелері қолдырына бақ бычағын қармап, дарақтағы бей пайда өскен шақ бұтақты торой кесіп жүрсе, дағы бір өлер қоро içine егілген пал-пал пияс, сәуіздерінің жөгіні су жылжытуменен алек. Жашпалар болса чүрмөктü челек алышып, қоро içindегі жыпар чачқан гүлдерге жамқыр жадырып жүрішеді. Жұмышқа кеткенге чейін үй тіричілігін бүткөріп қоюға көнген колхозчы қалқ ерте тұрат емес пе? Бүгін таңзаардан там башымда тұрған Жанибектің көзіне бірінші болып қарабай ұрынды. Чөп чапқандарға жөнесі керек, ал екі жағын аңдабай сопол құйрық қара керін қапталға қату темеліп баратады. Ханы қарап тұрып, Жанибек емнегедір бырс етіп күліп алды. Ал азыр суқтана тіктеп тұрған жаңы көчөнің бар четінде өңчөй жаштардың арасындағы мойсопыт кішідей көзге қомсо көрінген үй ұшынықы Қарабай әкеніке. Аны ұрыштан бер жыл мұрын тұрғызған әлі, ал кезде Қарабай әке райондағы бақандай чоңтордың бірі. Ошындай болса да ақыры өз қыштағына келеріне көзі жеткен білім, ошыл үйді тұрғызған болчу. Учурында кимдер аға суқтанбайды дейсің. Бұл үйнеке устын болып қалбағаннан кейін, жарым күн болса да Қарабайды қындай үйді жашағанға не жатсын? Хасты тақта, шыбы, фанер, тош тарауы терезе, ичи тышы аппақ, кірген кішінің бәрі açылады. Үй болбасан қоя қал, қолынан іш келбесі де Қарабайдың зайуының ырысы бар немекен? Қарабайдың ұшылы үй бүткенді анын қақондосына барып келген күнкі таңдына айтқан апасының бұл сөзі азыр анын құлағында ұғылғансыды. Бардық нәрсеге ор салмақты ұқырап, башқаның жақшы нәрсесіне көз артқанды жаман көрген, дармал сақал атасы ошындығы кемпірінен тігінтіп, шілекей чуыртқанын етвар қалбай, өз ойын білдіріп қана тем болған әлі. Кемпір, антеп суқтанғаныңы қой бір өні мүлкіні. Қатындығыңа бараты кәсіңді, башқаның жаңы көнегін көрсіңірді, сілерден тұқым тұталанып кетмей адатыңар бар.
Emne, Карабай алтын сарай куруп койду дейсиң бе? Бир үйдө. Акча болса, жаңгалда шорпа дейт өзбек туугандар. Анын сыңары, андагы акча болса, мен мындан 12 эсе артык үй тургузууга акылым жетип турат. Эң кеми кесип турган эле акча. Колхоз ушинтип эле туруп калат дейсиң бе? Жарды болуп. Бизге да кезек келер. Ошондо бу Карабай менен мелдешип көрөрбүз. Мына Кудайга шүгүр. Өз чүрпөбүздө биринин артынан бири ишке жарап келатат. Бизге жомоктогудай алтын сарайды ушулар салып береткен бер. Кеп чыдап күтүштү. Энеси менен атасынын бул сөзүн ошондо угуп турган алардын кенже уулу ушул Жаныбек карып бараткан тигилердин алдында кандай карызы бар экендигин анда биринчи жолу ойлободу беле. Бөйшен эле дейсиң бе? Чакырылбаса деле Карабайдын бул үйүн көрүш үчүн дастарконуна 2 нан болсо да ороп алып, өрүлүктөбөгөн катын бул айылда калбаган чыгар. Үйлөрүнө кайтып келгенден кийин алардын өз эрлерине сес көрсөткөнүн коюп кал. Дастарконду ашкана жакка ыргытып жиберип, сызда туулуп, сызда жатып элет экенбиз да. Сат уйду. Жетпесе тиги 2 эчкини кошо сат. Кара катык аш ичсек да жаңырыраак үйдө отуруп ичеличи. Тирүүлөй көргө камалбай. Очокко от жаксаң, мурдуңан башка жериң жылбаса. Сандалга отурсаң, бутуң сыйттан мурдуң какшайт. Ушуда турмуш бу? Деп болбогон жерден буркан шаркан түшкөн ичи тар аялдардын күйөөлөрү араң жошуткандыгы тууралуу Жаныбек көп уккан. Карабайдыкындай үй салыш үчүн боло Карабай болуш керек. Андай болуш керек дегеним, ошондой райондон бер жак тигизгинин өз колуна кармаган чоң болуш керек. Эси жок. Алган айлыгы канча экенин билесиңби сен? Биздин жарым жыл иштеп тапканыбызды ал 1 айда алат эмеш. Андан башка чоңдордун элден канча аларын ким билсин? Биз эмнебизге тамсалабыз? Макул, уйду саталы, ага кош эчкини деле пулдайлы. Ошол эле жетип калат дейсиңби? Жыгачыңа, дубалыңа жетсин дейли. Шифер деген неменин канча акча турарын билесиң бизеге? Анын магазинен таппайсың. Колдон алган буюм аруак кымбат. Макул, ага деле жетсин дейли. Уста акысына эмнени беребиз? Көп олукпа катын. Ар нерсенин өз убактысы бар. Колхозго да доор келер. Азыркыдай жыл маалына иштесең, бирок эмгегиңе алганың тамагыңан атпаса, анан Карабайды кындай үй салыш тууралуу ойлогонубуз чекилик болор. Төшөккө жараш эле бут сунганыбыз жакшы. Жалгыз уйдан же 2 эчкиден ажыраганда кышында кар жеп, жайында жамгыр суусун ичип отурабызбы? Деген камбыл эркектер. Койчу, ошол жылы Карабайдын үйүнүн арзабасы жыл маалына созулду. Согуштун аламаты гана элдин көз артканын тыйып, көңүлүн өлүм менен өмүр маңдай тескей турак кылган жакка буруп кетти. Мындан 15 жыл мурун айтылган элдин сөздөрүн мойнуна алып, бүгүн Карабай ошол даңазалуу үйүнөн аттанып чыкканда Жаныбектин бырс күлгөн себеби ошол. Бир кезде ошентип Карабайдын бул үйүнө сугун арткандар азыр анын жанынан күлүп өтүшчү болду. Кимди шылдыңдамак эле? Карабайдыбы? Жалгыз аны гана эмес, өздөрүн кошо шылдыңдашып атпайбы? Теге Батыш Европаны колуна мылтык кармап, жөө басып чыккан элдин тагдырын коргоочу кыргыз жигиттери да далайларды көрүп кайтпадыбы? Карабайдын үйүнө дегенде шылдыңга айландыргандар да ошолор болду. Ушул үйдүн эмнесин абас кылдык экен ошондо? Пайдыбалын кара, жерди ойбой нетпей эле кирпич кое берген тура. Кайран неме. Азыр көрчү, жайлоонун шөдүрөмүн аралап, мал издеген кишинин чапан этекендей нымданган. Ичине киргендер болсо, ышка карайып эски талдын кабыгындай дал-далынан кеткен фанерлерин, такыр жуулбагандыктан жерге айланып калган тактайын көрүшөт да, байкуш Карабай дала жыл чоң болуп жүрдү эле, шып менен тактайды эч болбосо жыл аралатып майлатып койгонду билген эмес экен да. Сайыбы? Тактанын үстүндө жатканды билген киши аны жууп тазалаганды эмне үчүн үйрөнүп албады экен, деп анын өзүн жана үйүн аяп сөз кылышат. Азыр колхоздо тоют бригадасын башкарып жүргөн Карабай акенин теңтуштары көп. Алар жүздөшө калган сайын ага шылкым аралаш азил ташташат. Каке, үйүңү тезирээк оңдобосоң, түбүндө каласың ғой.
Баяғы жылқыдай жер қарына алып, бәр сілкеп қойчу болса, түйінен зәгі кетпеген немең тұрыштық бере албас. Қарабай бурыл мұрутын құлағын көздөй баш бармақ менен сөмөйдің арасында чирата қармап, андай әзілге терікчемес. Қайра шақалаға өзі қошылып, мен бұл айылға жаңы тіптеке үйді бірінші болып тұрғызғам. Еме елдің ең ақырында құрайын деп жаштым. Башқармаға да менің үйім тізменің етек жағында бола берсін десем гүлді. Қойондың тересі жарым жылға чарыққа чыдаптыр дейді, дағы бір жылға ұравас. Сілердің атыныңердің бір кезде ішлеген чуырта сұқтандырған үй ұшыл. Ар нәрсе өз ұчырында қос. Уақыттың жылышы менен сұлулықта жаш өткен кишидей көз құмарын қандырбай қалады. Көрім, сілерден азыр мақталып атқан үйіңерді дағы 15-20 жылдан кейін. Шаарларда газ менен içi ысыған, өзінчө мончосу бар, ысық, мұздақ суысы өзілбей аққан үйлер пайда болып атыптыр. Газет оқысыңар бідегі? Мына, ошол үйлер бұл айылға келгенде сілердің көзіңерге алтын сарай болып көрінген мөбіреке үйіңер, менің бұл үйімін кейпін кейіп қалары жөнінде ойладыңар ба? Дечі, тең тұштарының ішіндегі жаштарына шылдыңды қарап. Кетменден сауын буырына тақап бүгін өзінің көз алдындағы қимылға келген қыштағына сұқтана тіктеп тұрған Жаныбектің ойын анчаға дейре алағды қылған Қарабай әкенің қараны үзіле бергенде ғана анын үйі туралы ойы тоқтады. Жаныбек 9 жылдан бері ушул колхоздун тамеки бригадасын башкарат. Айылды аралап бригадилерден бөлөк ким жүрөт? Бирок кыштагынын көркүн бүгүнкүдөй суктанып караган эмес. Кейинки 7-8 жылдан бері нуға ачылған арықтан аққан судай айылына кирип, берекеге ада eli менен кошо машыр. Антпегендечи, кыйынчылыктан, талаш тартыштын бары жетишпегендиктен тура. Ел башкаргандарды суук тумшук кылып, калк менен аларды ачуу, аразыга алып барганда турмуштун ошол өңгүл дөңгүл эмеспи? Колхозчулар эмгегине тонналап эгин, тутамдап акча алгандан бери маңдайы жарылып, панайы жарык. Кайсы үйгө кирбеген дастаркон толонан, дөбөлөнгөн мөмөчөмө үй жаңылаган киши. Короосуна кирсең, бут алдың шүбер, төбөңдө саябан. Баксыз короону көрбөйсүз. Жаныбекти колхозчулары чуруш маңдай дешчү. Ал аты деле азыр калып кетти. Анында азыр маңдайындагы тырыш жазылып, көлкөсү көбөйүп калган кез. Үй куруунун максаты февралдын башында жылдык жыйынтыкка карата өткөрүлгөн чогулуштан кайтып келген күнү болгон. Дастаркондун четинде отуруп Жаныбек жеңеси айсалкын болуп, бул үй бүлөнүн өткөн жыл ичинде тапкан кирешеси дагы бир сыйра эсептелип чыккан болчу. 3000ден ашык акча, 4 тоннага жакын эген чекене киреше эмес да. Кеч күздө буларга келип кошулган Жеңишбекти эсептебегенде, бул 3 кишинин гана иштеп тапканы. Жаныбек аялы менен жеңеси айсалкын үчөөнүкү. Менин сыйлыкка бүгүн алган алтын саатым буга кошулбасын, деп күлдү айсалкын. Аны ичак эле сандыкка салып койгомун. Жеңишим үйлөнгөндө колуктусунун колуна тагамын. Баарынан төмөн жагына отуруп, уларга чай сунуп аткан Жеңишбек апасынын бул сөзүн укканда кулагына чейин кызарып, башын эңкейтип, желкесин кашынды. Жок, жеңе, саатыңызды кирешеге кошконум жок. Ансыз деле жетет экен жаңы үй тургузууга. Анча мынча даярдап койгон курулуш материалыбыз деги бар, деп Жаныбек жадырап койгон. 2 күндөн кийин колхоздогу курулуш бригадасы кезек боюнча булардын үйүнө келмек. Ошондуктан Жаныбек менен Жеңишбек бүгүн эски үйдү бузуш үчүн жумушка барбай калышкан. Жеңишбектин тамдын төбөсүнө чыга келиши тигинин жанагы желеленген оюн үзүп койду. Жеңишбек Жаныбектин улуу агасы сарымсактан калган жалгыз туяк. Майкечен ал там башында мизи өйдө карап аткан экинчи кетменди ала койду да, күнгө күйгөн билек булчуңдары түйүлүп калып ары бери тултуңдады. Көнөргөн кара кепкасынын алдынан көрүнгөн жазы маңдайы, коёндукундай бакыракай көздөрү, оң кашын жаап уйгуган тармал коюу чачы кудду атасыныкындай.
Anın gebetesini aldırdan tiktep turgan Janibek'tin göz aldına ağası sarımsaktın elesi tartıla verdi. Жеңишбек Аримадан күздө кайтып келди. Азыр колхозду ошол жактан үйрөнүп келген кесиби боюнча монтер болуп иштеп жүрөт. 10 классы бүткөндөн кийин Аримага чакырылгандар кайткан соң көпчүлүгү окууга же шаарга жумушка орношуп кетишкен. Муну деле ошентет го. Азыркы жаштар ата-эненин ага тууганын тилин алчу эле деп анын Аримадан келер тушун болжол менен билишкен жакындары салкын мамиле кылышканы рас. Жок, Жеңишбек антпеди. Эми окууга кетерсиң, Жеңиш? Деп апасынын сынап берген суроосуна. Жок, апа, силердей колхозчу эле болоюн деп турам. Атам колхозчу, апам колхозчу экенсиңер. Мен да колхозчу болууну чечтим. Баарыбыз эле шаарды көздөй кете берсек, колхозду ким кылат? Керек деп тапса, окууга колхоз өзү деле жиберет. Иши кылып, окууга барсам да колхоз аркылуу барам, апа, деп тигилердин санаасын тындырып койгон. Атасына окшоп, оор басырык сүйлөп, сабырдуу жүргөнүнөн апасы менен агасы андан үмүттүү. Жеңиш колуна кетмейинде алаар менен бери бас дегенсип, Жаныбек үйдүн бир четин көздөй кадам шилтеди. Далистин тушуна барып, арык колдорунун тарамыштарын түйүлтө, кетменин төбөсүнө көтөрдү да, чаппастан Жаныбек кайра жерге койду. Эмне үчүн? Анын маңдай териси жыйрыла түштү. Кырдач мурдунун таноолору кериле берди. Ким билет, балким ичинде ата-энесинин өмүрү өтүп, агалары түрүлгөн бул уй азыр жаш балапандардын уясындай ыйык көрүнүп, бузууга дити барбай жаткандыр. Мындай болушу да ыктымал. Баягы жылы бир актив чыкма жигит атасынын эски муратын бузганда Жаныбектин апасы кыйын нааразы болгон. Ботам атасынын чайын бузат деген кандай шумдук? Ата чайын байлуканага айландырып таштап, жаңы үйүндө мамыр жумур жашаганын көрүп турабыз го. Арбак ыраазы болмоюн тирүү жан жарыбайт. Атасынын колу менен курулган жайды бузганы арбактарды безиткени. Балким аны ыргылжың кылып турган апасынын ушул сөзүдүр. Андай болсо, кийинки 5-6 жылдан бери жыл сайын бул кыштакта 15-20дан эски жайлар кулап, ордуна үстү шифер, тунике же черепица менен жабылып, пайдубалы жарым метрче цементке отургузулган кош терезелүү үйлөр курулуп эле жатпайбы? Жаныбек жеңиси Айсалкын экөө да ошондой үй тургузууну көптөн бери дегдеп жүрүшпөдү беле? Антпегенде бүлө көбөйүп да баратат. Эки үй, бир далис, кимисине калканыч болсун. Бети башын жалмалап өтүп аткан зарк желден ичиркенгендей, Жаныбек талысын куушура бер жерлеп алды да, таңданган мүнөздө өзүнө карап турган Жеңишбекти көрө коюп уялып кетти көрүнөт. Ошол замат кетмендин сабына колдору урулуп түштү. Өмүргө өмүр кошомун деп, мунарктана көз учуна араң урунган горизонттун береги четинен ааламга күлө карап шаша чыккан күндүн нурлары менен Жаныбек төбөсүнө бейек көтөргөн кетмендин пеши кездеши калды окшойт. Айнекке көзгү тоскондой ал жарк эте берди. Соңунан лакыйган кетменден ыргытылган топурак таамдын арт жагына барып көп бетти да чаң тозоңу оболуп жөнөдү. Жеңишбектин кетмени да ушул көрүнүштү кайталап жатты. Түшкө дейре бир үйдүн төбөсүн тизеден келген кара чирик саман аралаш топурактан экөө араң ыргытышты. Экинчисинин үстүн жарымдаган кезде Жаныбек кууш маңдайынан мончоктогон терди жеңи менен шыпыра аарчынып анан тамеки тутантты. Топурактан арыган торсундун бирине көчүк басып, экинчисине узун буттарын тиреп отура кетти да, жаак этин капшыра папиросун сура баштады. Кебетеси ишке берилип кетип, ага кумары аша түшкөнбү, кайра тартып оозунан, мурдунан көгүш тутунун булатып атты. Бул дем алыштан пайдаланып Жеңишбек шатыны кайчылдата суусун ичип келейин деп төмөн түшүп кеткен. Дароо эле катуу кагазына жете түшкөн папироско чырт эттире тиш арасынан түкүргөн Жаныбек аны бут арасынан ылдый чертип жиберди. Өзү эмнегедир жаш балачасынан анын кайда барып түшөөрүнө көз салды. Үстүн жука топурак каптаган тегерек нерсенин үстүнө барып бир тийгенде гана
papirostun gülüge aylangan jağı üzülüp ketdi. Tegerek nerse emne oldu? Kiçinebizde apam bizge aş koyup berçü qara ayak emespi? Hayakka okşubaydı. Te tamdın töbesine düşkön kesektin kaldırıqqanı beken? Qandaydır bir sezim Janыбектин жүрөгүн janıp öttü. Nan! Bayağı nan! Muğungan kişidey anın doğuşu qargıldanıp çıktı. Dodolongun topraqtın üstüne tik sekirgen Janыбек aligini qoş kolda bala koydu da betindeki topraktı üylep jüberip boğruna kısты. Çinele nan eken. Bunu Aysalkın jengem qanty unutup koydu. Bul uydun qaqır çikirin özü baş bolup jiynaştırmadı böyle. Qantip nandı unutup kaldı. Je, ırımdalgany menen niye payda berdi? Andan göre toprak aldında taptalıp kalgany artık emespi dep ataylap taştadı eken. Anday boluga değiş emesile. Dala yıldan beri uşul uydun şıvında ak kaltak ilinip turçu bu nandı bapestep, betin jürgömüştün jelesine bastırbay, mağar baylatpay, hapam ölgönden beri saktap gelatkan özü emes bile. Janыбек hazır boğruna kısıp durgan nandın çetinden 3 çeri ketilgen. Anın ekö ulu ağalarının dişi tiygen jer. Üçüncüsü özünükö. Bunandı böğüş apa özü jap, öz kolu menen birinci jolu tum balası sarımsak kan maydanga jönöp atkanda at jalına sungan. Çetinden diştep koy balam, ılayım tuz nasibin öz üyüngön buyursun. Uşul tilek menen ekinci ulu Asılbekte keyinçerek Janыбegin atkazgan. Jok, enenin tilegenindey bolbay kaldı. Al tilek kılganday sarımsak menen Asılbek kayrılıp gelip ene kolu sungan aligin nandan tiştebek kalıştı. Uruşka jetpey, kenje olası Janыбek gana kayrılıp bul uydan kayradam tattı. Birok, hanı yene görbey kaldı. Jengiş jılı 4 jıl boyu tiktegen anın gösü tüölükke jumulgan bolçu. Ağalar menen enesinin al esteligi but astında tepselip kalganın görgön Janыбekten kaňrıgy tütey düştü. Hapasının, uyalaşlarının jeti uşuldan da saktalıp kalganday, anı betini karmap jıtтай berdile, göz jaşı çaڭduu жүzünden tömön gözde is saldı. Uşu kezden arı jaktan su içip atkan Jеңişbek ağasının tege avalın görüp selt etdi. 2,5 aydan keyin ak kaltaga salıngandan жаңы үйдün şıvınan kayra orun aldı.